Отан соғысының ардагері Асқар Тау әкеміз Шаймерден Нұрымбетовті еске алу. Әке Асқар Тау, шаңырақтың тірегі. Сондықтан да бұл жалғанда әкеміздің орнын ешкімде толтыра алмасы хақ. Әкеміздің берген тәрбиесі, айтқан өсиеті, оның елі мен жері үшін сіңірген еңбегі бүгінде ұрпақтарын тек алға жетелеп келеді. Әке туралы ой жан жүрегіңді баурап, ішкі дүниеңнің терең түкпірінен шымырқана шығатын ұлы сезімге жетелейді. Асқар Тауымыз, ардақты әкеміз, Ұлы Отан соғысының ардагері Нұрымбетов Шаймерден атамыздың да мына фәниден осып, мәңгілік дүниені тұрақ еткеніне де 10 жылдан асыпты. Ал биыл асыл әкеміздің туғанына 100 жыл толды. Талай жанды жалмаған ашаршылықпен қан майданды, соғыстан кейінгі ауыр тауқыметті көрген әкеміздің өмірі кейінгі буын үшін, мына біздер ұрпақтары үшін үлгі өнеге, тәлімі мол өмір мектебі. Өйткені атамыз қай кезде болмасын басқа түскен қиындыққа мойымай, үлкен шыдамдылық, мұқалмас жігер таныта білді. Бойындағы осындай асыл қасиеттердің арқасында ұрпағының амандығы үшін көкірегін жауға тосты. Еңбек майданында да аянбай тер төкті. Сөйтіп, артында өшпес мұра, дара жол қалдырды. Шаймерден ата өмір есігін ашқан 1923 жылдың 6 маусымы. Қазақ даласында өте бір қиын кезең болатын. Әкеміз мамыражай маусым айында толса да, ел аш-жалаңаш, ашаршылықтың қамытынан енді ғана босанып шыққан сәт еді. Шыр етіп дүниеге келген кезінен бастап, асыр салып ойнайтын балалық дәурені де қызыққа толы болды деуге болмас. 1937-1938 жылдары өзі туып өскен Келес ауданы Бірлік совхозындағы мектептің 7-ші сыныбын тауысты. Жалындаған жігіттік шақта, отты жылдармен тұспа-тұс келіп, атамыз қан майданның ортасынан бірақ шықты. Фашистік Германия кеңес үкіметіне соғыс ашқан кезде Шаймерден ата небәрі 18 жаста болатын. Елбасына күн туғанда ол да қолына қару алып жауларға қарсы шықты. 1942 жылға маусым айының 15-інде Шымкент облысы Сарыағаш аудандық әскери комиссариатынан отан қорғауға аттанады. Алдымен Алматы қаласында 3 ай бойы атқыштар дайындайтын полкте жаттығуда болады. 1942 жылдың 10 қазанында Ленинград соғысына қатысады. Содан кейін Эстония, Финляндия қалаларын азат етуге қатысып, сол қалаларды жаудан тазалауда болады. Соғыста 30-шы армия 53-ші гвардиялық қызыл орденді дивизиясында бөлімше командирі, кейін взвод командирі болып қызмет етеді. 1943 жылы желтоқсан айында қолынан жарақат алып, сол жылы үлкен Красный село деревнясын жаудан азат еткен үшін за отвагу медалімен марапатталады. Польшаны жаулардан тазарту кезінде бот пен оқтың ортасында кескілескен шайқастардың бірінде аяғынан жеңіл және сол қолынан ауыр жарақат алып, Зоевка деген жерде әскери госпитальда ем алады. 1944 жылы шілде айында КПСС қатарына өтеді. Соғыс жылдарында 3 рет жарақат алғандар жоғарғы кеңестің указы бойынша елге қайтарылатын. Шаймерден ақсақалда сол бұйрықпен 1945 жылдың қазан айында туған елге аман-есен оралады. Алайда туған жердегі елдің тұрмысы да мәз емес болатын. Еркек атаулы соғысқа кетіп, бар ауыртпалық әйелдерге түскен, халық қиын бір кезеңді бастан кешіп жатқан. Сондықтан Шаймерден ақсақалда қанды қырғыннан келе салысымен еңбек майданына қызу кірісіп кетті. Қалған өмірін Мырзашөлдің төсін жандандыруға, гүлдендіруге арнады. 1947 жылы Келес ауданынан осы Киров ауданына ағайындар ортасына көшіп келеді. 1948 жылдан бастап 1967 жылға дейін Киров ауданы Сталинабад колхозында мақта бригадирі болып абыройлы еңбек етеді. Сұм соғыс білімге құштар жанның мамандық алуына тосқауыл болып еді. Бейбіт заман орнаған соң 1963 жылы Бақтарал совхоз техникумына оқуға түсіп, 1967 жылы агрономия мамандығы бойынша ойдағыдай аяқтайды. Қолына дипломы тиген маман 1967 жылдан бастап 1973 жылға дейін
Келес ауданы Абай совхозының Орджоникидзе бөлімшесінде агроном бөлімше басшысы болып жемісті еңбек етеді. 1974 жылдың қаңтар айынан бастап Киров ауданы большевик совхозының нөмірі 4 бөлімшесінде бастауыш партия ұйымының хатшысы, одан кейін қойма меңгерушісі болып зейнеткерлікке шыққанға дейін міндетіне дақ түсірмей атқарады. Шаймерден Ақсақал соғыстан кейінгі бар саналы ғұмырын осылайша елдің еңсесін тіктеуге, енді ғана түрен салына бастаған Мырзашөл даласын құтты өлкеге айналдыруға бар күш-жігері мен білімін жұмсайды. Еңбекте табысты бола жүріп, ағайын туыстың ортасында да сыйлы, абыройлы болады. Бауырларына әрдайым жанашырлық танытып, қолдан келген көмегін аямайды. Бауырлары Әмит Қожа, Жаңғыр Ақсақал да Шаймерден атаның өнегесін алып, елдің құрметіне бөленеді. Абырой биігінен көрінеді. Бұл да атамыздың игі қасиеттерді бойына жинақтаған атпал азамат екенінің, өзінен кейінгілерге үлгі бола алғанының белгісі. Анамыз Марзия екеуі 8 ұл қыз тәрбиелеп, оларды ел сүйсінетіндей азаматтар етіп ұядан ұшырады. Ұлдарын ұяға, қыздарын құтты орынға қондырып, салиқалы ұрпақ өрбітеді. Тамырын тереңге жайған саялы бәйтеректей үлкен әулеттің қазналы қарты, ақылгөй данасы, тура жолға бағыттаушы темірқазығы болды. Перзенттерінен 49 немере, 57 шөбере, 20 шақты шөпшек сүйіп, қызығын қызықтады. Бұл күнде Шаймерден атаның кіндігінен өрбіген ұрпақтарының өсі бір қауым елге айналған. Барлығы да оқыған, тоқыған, еліміздің әр түкпірінде сан түрлі салада жемісті еңбек етіп жүр. Білім, ауыл шаруашылығы, медицина және ішкі істер салаларында адал қызмет атқарып келеді. Барлығы да мына өмірден өз орындарын тапқан бақытты жандар. Атамыздың о дүниелік болғанына 10 жылдан асса да, сағыныштың сазы басылмақ емес. Әрдайым оның жарқын жүзді бейнесін, игілікті істерін сағына еске алады. Тең келмейтін алтында еш қолдағы, өзің едің, әке үйдің зорбағы. Жарық берер айымыздай көктегі, болушы едің, жанымыздың қорғаны. Біздер үшін асқар едің, шың асқақ, сенсіз қалды, жанымыз да тым ақсап, жанарларды жәудіретіп мәңгілік, кеттің әке жанымыздан жырақтап. Жадымыздан өшпес мәңгі әкешім, анаға жар, ал біздерге әкесің. Немерең де, шөбере мен шөпшегің, бәрі сені сағынуда әке шын. Шырақ едің, сәуле едің, ай едің, жаның толы мейірімге бай едің. Ілім білім тәрбиеге қаныққан, үлгі алар ер атына сай едің. Ия, Шаймерден Ақсақал ел аузында аңыз боп сақталған, дара тұлға нағыз есіл ереді. Ерекше болмысымен бүкіл ағайын туысты ғана емес, дүйім жұртты өзіне тәнті етті. Жақсы жайсаң адамдарға қыз берісіп, қыз алысып, құда құдандалы болды. Әрдайым төрінен орын беріп, жекжаттары да Шаймерден Ақсақалды айрықша қадір тұтты. Ауыл аймақ арасында есіл еңбегімен, өнегелі өмір жолмен дараланды. Мақтаарал ауданының 80 жылдық мерейтойына байланысты Шаймерден атаға Мақтаарал ауданының құрметті азаматы атағы берілді. Соғыс жылдарында көрсеткен қаһармандығы үшін за отвагу, за победу над Германией, Красное Знамя орден медальдармен наградталды. Бейбіт күнде еткен ерен еңбек ішінде көптеген алғыс хаттармен, медальдармен марапатталды. Қанды қырғын ортасында жүріп, 3 рет жарақаттануына байланысты 1987 жылдан бастап 2-ші топтағы мүгедек атанса да, жүрегі таза, көңілі дархан еді. Шаймерден ата 2012 жылы 90 жасқа қараған шағында дүниеден өтті. Осылайша бар саналы ғұмырын отанын қорғауға, туған жерін көркейтуге арнаған Абыз Ақсақалдың өмір жолы кейінгі буын үшін үлгі өнеге болып қалды. Бүгін Шаймерден атамыздың еліне, жеріне, халқына жасаған игі істерін, ерлігін сағына еске ала отырып, жатқан жері жайлы, топырағы торқа, рухы шат болып, жәннаттың төрінде шалқысын деп дұға тілек арнаймыз.
Біз сізді жүрек түкпірінде мәңгі сақтаймыз. Әлі талай ұрпақ атамыздың ерлігін дәріптеп жыр жазар. Ұрпақтан ұрпаққа ұлы мұра болып жалғасар. Өзіңнен алған әкелік жолың алмасты, көз айым болған көріп кел санам, көңілдің сырын әнге ашты. Бақыт боп әке келіп пең маған, жадымда сезім арбасты. Есейдім әке еліктеп саған, ұрпағың сенің жалғасты. Бақыт боп әке келіп пең маған, жадымда сезім арбасты. Есейдім әке еліктеп саған, ұрпағың сенің жалғасты. Есейдім әке еліктеп саған, ұрпағың сенің жалғасты.